Барлықтарыңа сәлем. Менің аты-жөнім Рамазан Әсел, және де мен сабақ онлайн курсының оқушысымын. Алғашқы рет сабақ онлайн курсы жайлы мен 10-шы сынып бітірген кезде Instagram парақшасы арқылы білдім. Келесі күні менеджерге хабарласып, сабақты қалай, қашан және де қандай жолмен өтетінімді білгеннен кейін ата-анаммен ақылдасып, осы курсқа қатысамын деп шештім. Курсқа қатысар кезде менде ешқандай қорқыныш, алаңдаушылық немесе қобалжу болған жоқ. Себебі маған бітіріп жатқан түлектердің нағыз ОПТ-да алған балдарын, олардың жетістіктерін көрсеткен болатын, және де платформаны қалай істейтінін бәрін түсіндіргеннен кейін менде қорқыныш туындамады. Сабақты сатып алғаннан кейін менде сабаққа деген қызығушылық өте қатты оянды, және де өте қатты қызығушылықпен, азартпен оқи бастадым. Күніне 16 сағат болсын отырып, Ерік Ахметовтың сабақтарын өтіп, географиядан конспект жазып, бүкіл күнімді сабаққа арнауға ұмтылған болатынмын. Одан кейін жазған дәптерлерім, конспекттарым бәрі әдемі болу керек болды. Сондықтан мен 16 сағат бойы конспекттарым әдемі болу үшін және де оларды жаттау үшін бүкіл уақытымды құрттым. Курсқа қатысқалы бері менің білімім бірнеше есе артты. Тағы да бір фактор ол видеосабақтардың сапасы мен ақпарат көздері. Сапасы жайында айтатын болсам, бірінші рет видеосабақты көріп бастаған кезде менің басыма келген алғашқы ой ол вау, видеосабақтың качествосы мықты екен. Себебі сапасы шынымен де жоғары түсірілген. Ал енді ақпарат көздері жайында айтатын болсам, мен визуалмын, және де басқа оқушылардың көбісі де визуал болып табылады. Ал видеосабақтағы ақпараттың берілу тәсілі ол кесте, карталар, суреттер, диаграммалар. Осы арқылы мен конспект жазған кезде жазғаным ақпараттарды бірден жаттап отырдым. Сондықтан осы курсқа қатысуға кеңес берер едім, әсіресе география пәнін таңдайтындарға.